ведущий болып шықты Ашақанның қасына. Бұл жалпы қандай ұсыныстар кімнің арқасында? Кімнің арқасында дегенше сұрақты. Жеңшем деп жағымпаздан жүріп. Қосылайықтағы ғұмырың неге қысқа болды? Прикинь, осыны айтайын саған. Мен келіншегім өзі қалаған жоқ. Адам өзі қаламағаннан ата мен оған айтқан жаңағы контент болады, статистика өсіп ойма. Фурайға анан битен жағдай сен. Сен белгілі бір уақытқа дейін әйеліңді жасырдың. Ата-ана маған керек екен, в общем, ойлаушы. Сен де хабарласып жағдай сұраған жоқсың. Екеуің араларында не болды нақтысын айтып бересің бе? Өйткені біз Сержаннан сұрадық, бірақ ол енді ашып ештеңе айтпады. Бозарып қарады, короче, не дей бересің деді. Қазір төбелесеміз ба деп ойлап қалдым, Сенің үйіңдегі жеңешемізге оралсақ, екеуің қалай таныстыңдар, қалай үйлендіңдер? Бір айдан кейін екі ай деген жаздым, ол күні сөйлеспеймін деді. Короче, екі рет жоқ деді ол көрші маған. Сол есіме түсіп кетіп жылым шығады. Арғы встречада фишти чай бір сникерс болды. Енді бізде эфирде көп талқыланған мәселелердің бірі сол қалыңма қанша теңге бердің? 220 мың теңге. Нашар болды, үлкен той әлі болған жоқ. Қай уақытқа жоспарлап жатсыңдар? Бола ма негізі? Как будто 4 ай бұрын шығардым, қызды болып қалған сияқты олар түсінбей қалды. Мен оны бірақ. Больная тема да бұл, негізі больная тема, потому что ақ көйлек кигім келеді деп Аружан өзі айтқан бар, мен де бір как будто той жасағым келмей жүрген адамдар сияқты. Болған кезде вообще депрессияға түстім, маған депрессияға түсуге болмай деген негізі. Қатты депрессияға түсу арқылы қазір жүрегім ауырады. Страницаңда қандай рекламаларға жарнама жасамайсың? Онлайнларға категория жасамаймын. Но бірақ букмекерге жасаған жарнаманы көрген бе? Баяғыда поощрение было само. Не суди меня по прошлому, я там не живу. Сәлем сүйікті көрермен. Бүгін бізде қонақта Қалаулымның 2-ші сезонының экс-қатысушысы Бауыржан Сәкенұлы. Бауыржан, қош келдің. Қош көрдік, бауырым. Бастамаң құтты болсын, Құдай қаласа. Ой, рахмет. Бауыржан, енді бірден келісіп алайық. Сұхбат қалай түсіріледі, мен қазір білмеймін, бас жағы. Солай жібереміз эфирге. Бір жерін кесейікші, ну чон, брат, бір жетін қалып сайықшы деген сұрақтар болмаса. Ну чон, брат демеймін, мен қайтып айтады деймесің. Келіс алайық. Давай. Үйтіп аны қорқытпайшы мен. Бауыржан енді... Во-первых, кешірім сұраймын сөзін бөлгеніңізден, негізі мен көп сұхбат бермеймін. Не любитель сұхбат беруден. Бірақ саған беріп алдым. Сенен бөлек екі жерге отказ берген. Исключение саған. Бауыржан енді қазір баяғы сіздер білетін бойдақ жігіт емес. Өздеріңіз білесіздер, страницасында бар адамдар біледі. Үйленген, отбасылы, кәдімгідей жақында қызды болған жігіт. Құтты болсын. Рахмет, жұғысты болсын. Ой, рахмет. Жаңадан машина алды, жаңалықтар көп. Қазір біртіндеп оның барлығына тоқталамыз. Болды. Сәл тарихқа оралсақ, Қалаулымның 2-ші сезонынан кейін біз Бауыржанды Қосылайықтан ведущий болып көрдік. Қалаулымайықтан. Қалаулымайықтан. Қазіргі Қосылайықтан Бауыржан ведущий болып шықты Ашақанның қасына. Бұл жалпы қандай ұсыныстар кімнің арқасында? Кімнің арқасында дегенше сұрақты. Так, біріншіден барлықтарына сәлем. Тағы да бір амандасып қойын. Сұрағым өте орынды болды деп официально емес, кәдімгі YouTube болғаннан кейін боқтауға да болады деген оказывается. YouTubeға кірсе бәрі боқтап шығады. Так, бүйтейік. Бірінші, мен бір күн тойдан келатырмын, сен аңғарасың, Құдайдың құдіреті ғой. Бір күн тойдан келатырық та, қасымда администратор жібек айтады. Бұчаға егер мен аша матай болатын болсам, аша сияқты болатын болсам, сізді қасыма жүргізіп шығып алатын едім дейді маған. Мен айтамын, ой, ұрыс төре маған құқылмайды, жібек болмайтын нәрсені айтып. Сен ол сияқты емес, сол сияқты болсаң алатын енді ол сияқты емес. Ол кісінің өзі ақ зор басқарады ғой, мен не қылады. Менің ойымда даже армандай алмағам ғой мен ведущий болуды, телевидение. Ол кезде менде шынымды айтайын. Жоспарда болмаған, армандай алмағам. Вообще мен телеведущий болып кетуді жоспарламағам. Вообще осы уақытқа дейін. Сөйтіп сол кезде администраторым ұрыс беремін, құрмаш қайдан айтып, анамны түрлеріңіз дейді. Сонымен бір күн Сержан екеуміз мойкада тұрсақ, машина жүрдіріп телефоныма не істедім қазір ғана, телефоныма звонок келді, қарасам Аша жеңше. Ойладым мен бір той айтады ма деп. Қалай жеңше, жақсы, ана Бауыржан не істеп жатсың, не қылып жатсың, осыны өзі тойдам. Өзі зона комфортам бар еді менің күшті етін. Той, үй, ұйықтаймын. Тамақ ішемін, киім алам, той. Короче, зона комфорт жақсы еді, Аллаға шүкір сол кезде. Әлі де жақсы ғой, бірақ сол кезде вообще жақсы еді. Той сезон еді ол кезде. Соңынан не керек, не істеп жатсың, осыны өсі тойдан вообще жеше строго. Бір ұсыныс бар. Қандай ұсыныс? Қалауымға мен қасыма ведущий болып келсең қалай қарайсың дейді.
Е-май, прикинь, ана жердегі ощущениені айта алмаймын саған кәдімгі. Қуам кеттім кәдімгі. Да ну Гүлбану деген сияқты. Да ну на. Прям ба не деп кәдімгі. Давай я вот ойланам айтам дедім. Мамаға айттым. Ата-анама айттым. Соң бауырларым Сержанға айттым. Сержан екеуміз қуанып біріміз құшақтап. Енді короче мен армандай алмағанда армандамаған нәрсе да, Алланың сыйы сияқты маған бір ұсыныс етіп келеді. Сөйледі да, бұл жерде Аша жеңешем айтады. Көбісі ойлайды, айтамын мен саған түсіндіріп. Сонда не керек, мен бір ай ойланам. Жүргізбей қоямын ба, жүргізейін ба, жүргізсем қалай болады, облажат етіп қалам ба, қалай былай қорқыныш короче, не болады екен, қалай болады екен. Сонда не керек? Шешінген судан тайынбас, шешініп алып су таппай жүрген адам сияқты болмай. Барып көрейін тәуекел дедім. Бардым, жүргіздім. Шатаспасам 2 ай ведущий болдым, дейм, 2 ай телевидениеде, қалауым лайфта жүргізуші болдым. Сонымен шүкір Аллаға бәрі дұрыс болды. Көтерілдік деген сияқты ғой, статус өсті, араласатын адамдар күшейіп кетті, көп болып кетті, қатты сыйласып кеттік бәрімен, Аллаға мыңда бір шүкір. Бірақ кейбір кезде сондай қышын әңгімені естіп қалатын, бетіме ешкім айтқан емес, типа сондай сәл естіп қаларым, жаңа мәнің арқасы, ананың арқасы деген сияқты. Типа Ашаның арқасы, Ашаға жағымпазданып жүріп, телеведущий. Жеңешем де жүріп па? Жеңешем деп жағымпазданып жүріп, типа ведущий болады деп ше, шынын айтайын. Әуелі Алланың қалауы, Аша жеңешемнің себепкер ол кісі, арқасы емес. Арқасы, егер Аша жеңешем арқасы дейтін әңгіме болатын болса, мен өзім Аша жеңешеме барып папарас етуім керек еді. Аша жеңешем мені қатты шуып, қасыңызға ведущий алыңызшы өтінем деп, сөйтіп ол кісі мақұл деп барып алса, мен Аша Матайдың арқасында телеведущий болдым болатын еді. Бұл жерде Аша жеңгемнің себепкер да, сауапты жасады ол кісі маған ұсынды. Осы баланың еще мен бір рет жоқ деген айтпақшы, бір рет отказ беремін. Болмай қойсам айтады деген сияқты. Жеңешем ұрысып кетті, короче. За такие места, ты чё деп жұрттар таласады, кастинг істеп, кәдімгідей оқып деп бүйтіп, сен шүкір ғой кеп қалды, давай делай деп. Сол жер енді Аша жеңешемнің арқасы болды. Сол жер. Мотивация жа Аша жеңешемнің арқасы. Сөйтіп Аша жеңешем себепкер. Қолымнан ұстап ұшам десең алысқа, сезім зымырап қолаштайды ғарышқа. Дәл осы тоста жақын демес алыста. Түсінікті. Қосылайықтағы ғұмырың неге қысқа болды? Прикинь, осыны айтайын саған. В общем, ведущий болжамын, мен 2009-дан бері белім ауыратын, белімде грижа бар етін. 2009-да емделетін, 2011-де Өзбекстанда бір жыл емделіп келген, как раз 4-90 сабақ тестке дайын болатқанда. Сөйтіп студент кезде шаканикол болды, сол кезде жыл сайын 1,5-2 айға Қырғызстанға барып емделетін. Осы 2015-тен 2019-ға айын вообще емделмеппін да. Сонан белімдегі грижам өсіп, жүре алмай құладым. Сол аяқ отказ беріп, көрі судагер, ойма, белім ауырып отырамай, бүйтем, в общем, содан видеоларда бар ғой, қазір бүйтіп қойып жесең болады, мысалы, парасат өзі көтеріп отырғызып атқан столға, мысалы, сол кезде емге барып жүрген кез. Сондай дәреже жеткеннен кейін ештеңе қызық емес болды. Атақ негізі нағыз жанып келе жатқан кезім еді, негізі кәдімгі ешкімге шанс бермей, мына бала шапты деп бәрі ойлап. Алланың берген сынақ бар, әртүрлі сынақ береді, мен осылай сынақты, короче. Алла тағала назардан тыс қалдырған жоқ, ол күшті ғой, неге сынақ берген. Қазіргі заманда ауырсаң, істеген күнәларың кешіріледі деп отыр. Соның несін қабыл алдым, сынағын. Аллаға шүкір, жаман емес. Кейін 6 ай емделіп, последний режимде жаттым. Сол кезде, ауырған кезде айтты, қисалаңдап болмас, жастық қойып отырып жүргізсей деген сияқты. Ауырған кезде ештеңе керек емес болды. Жүре алмай қалам деген угроза болғаннан кейін ше. Ата-ана маған керек екен, в общем, көреді. Сен де хабарласып жағдай сұраған жоқсың. Хабарласып жағдай сұрамағандар көп болды. Бір рет сұрадың ғой, 6 айда бір рет не болды, сен аппасай сұраған жоқсың деп. Содан сол денсаулыққа байланысты қысқа болды. Қазір Құдайға шүкір Қайырлы таң Қазақстан бағдарламасының тележүргізушіміз. Күніге азанда 7-ден 9-ға дейін сіздермен жолығамыз. Қай күні осылы? Сен қай күні шығарасың бұны? Бір аптадан кейін. 20-сынан кейін шығарсай, 20-сынан басталады. Сол кезде айтсаң күшті дейді. Одан кейін енді қазір Сержанмен бірге жұмыс істемейсіңдер, ол жағын енді барлығына белгілі. Нақты.
екеуің араларыңда не болды нақтысын айтып бересің бе? Өйткені біз Сержаннан да сұрадық, бірақ ол енді ашып ештеңе айтпады. Ашып ештеңе айтпағанда ше, Сержанның тілегіне қосыламын мен. Неге? Сондай ғой, біз ұрысқан жоқпыз, Құдай сақтасын. Карантинге байланысты буча шоу жабылып қалды. Карантинде той жоқ. Ол кезде бірге істеп жатқанбыз, ол директор етін. Сержан екеуміз Аллаға шүкір ұрысып қалып өйткен жоқпыз ше. Той. Ерегіскен кездер болатын. Қатты ерегіскен кезім бар, Сержанға тиісе беремін, тиісіп атым бір кезде. Кәдімгі орнынан тұрып, кәдімгі бозарып маған қараған еді. Сен Сержанның андай түрін көрмегенсің, короче. Өзім кәдімгі шок болып қалдым, бозарып қаратты, не дей бересің деді. Қазір төбелесеміз ба не деп ойлап қалдым. Бір-екі метр қасыма жақындады. Ол кезде администратор бар етін, екеуміздің түріміз өтті, ағалар деп екі ортада. Далаға шығып кетті, короче. 20 минуттан кейін артынан мен де шықтым. Мен негізі еркелеймін ғой Сержанға, жасым кішкентай ғой. Еркелеймін, типа қатты ұрсам, ол маған как будто бір кішкентай бала сияқты қап қарайды, короче, өз інісі сияқты мән бермейді. А так, шынымды айтайын, буча шоу, қайсысын айтып отырсыз? Буча шоу карантин болып жабылды. Екеуміз кінәміз жоқ өте, екеуміздің темамыз емес. Салон красоты карантин болып жабылды. Карантин болып жабылғаннан кейін ары қарай уже екеумізде де бір жыл уақыт өтті. Ол қайттан обновить ету, ондай өзі айтыпты ғой, біз енді бірге жұмыс жасамаймыз. Біз енді бір пейміз ғой. Оттамасын деп айтып. Біргеміз ғой, құдай қаласа, енді жоспыз, бауырымыз ғой, просто жұмыс жағынан келгеніміз. Енді ивент агентствоны аштыңдар, барлығымыз бардық, ашылуына көрдік. Қазір енді ивент агентство жабық тұр әлі де. Бұның болашағын мен Сержаннан сұрағам, бірақ Сержан білмеймін деді. Ивент агентствоны болашағы тойға байланысты болады ғой, той басталса қайттан аша алады. Ашасыңдар? Ашамыз. Енді ашқан кезде ол кезде Сержаннан сұраймын ғой, что там, раной деп. Енді сенің үйіңдегі жеңешемізге оралсақ, екеуің қалай таныстыңдар, қалай үйлендіңдер, ол туралы енді пост жазған шығарсың, бірақ постты оқымаған, сенің страницаңда жоқ адамдарға байланысты ашығын кішкене қысқа нұсқа айтып берсең. Бір күні менің бажам бар туған. Ержан бажеке, қалайсың деп. Ол біздің папамның нағашысы болып келеді. Содан сол кісі той жасайды, балаларының сүндет той. Сол кезде мені шақырады сүндет тойға. Мен как раз сол, қалай айтсам, сол тойдан ұшып келіп, келесі күн ведущий болғанмын. Бірінші рет экранға шыққанмын сол тойдан ұшып келіп. Содан не керек, сол кісі шақырады, сол кезде қонаққа шақырады, сол арғы шетіне басқарып кетті. Не үшін екен білмеймін. Сонымен қонаққа шақырады, нағашы екенбіз, жаңағы нағашымыз Ержан, қазіргі туған бажам, тойына қонаққа шақырады. Сол тойына барым, сол кезде бірінші рет көрем. Сосын менің туған қайнағам бар, Дастан, дәкеңе де сәлемдеме жолдап қойып. Көрмейтін жер, бірақ көр деп айтамын ғой. Сол кезде Дастан ағамыздың қайнағамның тойы болады үйлену. Сол кезде мені жаңа Ержан бажам бір ауыз кіріп, бір вақыт істеп берші, тамадалықпен дейді да. Тамадалықпен дейді. Сосын мен оған, мен бос емес едім, Қызылордада тойымыз бар едім. Ол той отказ болып кетті. Бір-екі себептермен белгілі. Мен ол отказ болып кетті, босап қалдым да бардым. Екі ортада бір дүние бар, оны менің бір нағашы атамның тойында жаңа қайнатамның өзі қыздарымен бала шағасымен таныстырған еді. Ортада сол екінші момент бар, жаңағы сүндет тойдан кейін сол атамның, жаңа қайнатамның, мен нағашы атамның тойында бала шағасымен таныспай деп таныстырған екінші момент. Үшінші момент туған қайнағамның тойын барып сол кезде жүргізген кезде. Сол бір көрдім, екі көрдім, үш көрдім, сол үшінші тойда жаңа Ержан ағамның әйелі бар, туған қайынапкем ғой, мен жеңше дейтін сол кезде, ой жеңше, балжан әпше. Сол кісімен билеп атқан кезде, как раз сол мен қазір келіншегімнен қолымнан ұстап, екеуің билейтіндер деді, олар по-моему андай барсетка ұстап ішіне ақша салып алып, тіректен береді, той аналарды салып, кетіп қалды, сол кезде билеп атым. Білмеймін, сол кезде бір андай болды ғой. Бәрі шу, той, айға да бар, анау келіншегіме қараған кезде бір киноларда болады ғой, бүйтіп әлем тоқтап қалады да, бір жел тұрып, замедленный кадр ма? Жел тұрып, күзге кетіп қаласың ғой, жаңағыдай жапырақтар ұшып ше, билеп атқанда сөйтіп көрінді ғой, маған өзі. Содан қашық болдым да, сосын артынан жүгірдім, одан кейін бір-екі айдан кейін ба жаздым, бірақ
айдан кейін 2 айдан кейін жаздым, ол короче сөйлеспеймін деді. Короче 2 рет жоқ деді ол короче маған. Мен бір күні ойланып жатам. Түнде ол кісі алып жүрген кезім, соны ойланып жатам да. Мә деймін, в общем, короче, қалай маған жоқ деп бұл. Мә деп. Осы жердегі моменттер бар, оны өзім YouTube каналымда айтамын. Алаяқ па? Өзім алаяқ. Следи базарым. Содан енді айттым, конкрет ойымнан шықпай қойды. Сосын айттым, адам баласының кеудесінде кішкентай жүрек болады. Сол жүректің арманын орындай алмасам, несіне ол жүректің егесі болып жүрмін деп өзіме мотивация қылдым. PlayStation'ға баратқанмын еще. PlayStation басқа, иә. Ол кезде карантин кез ғой. Сөйтіп звондадым, бөтен өміріміз. Менікін алмай қойдым, бөлек болып. Менікі жұрт звондады, өзінше болып. Сол есіме түспей жыным шығады. Сонымен мен керек звондадым, алды. Сосын айттым, аржын, мен сенімен сөйлеседі екем дедім. Мен әйелім қандай? Қалай айтсам отсам? Вежливая, да? Неге үйттіңіздің деп сен? Деп сонымен білмеймін, сөйлесеміз, короче, мен солай айттым дедім. Тағы бір ай өткеннен кейін үйіне ауырып жатқан историясын көріп қалдым, сонымен үйіне гүл жібердім, в общем, 3,5 теңгеден 2 рет жібердім. Басталды. Сол гүл жібердім, 2 рет, сосын бір жолығып сұрадым, Айшын жолығып сөйлесіп көрейік деймін да, егер ұнамаған болсам, айтасың ұнамады деп. Олда тұрған ештеңе жоқ деймін да. Айшын бір жолығып адам баласын болғаннан кейін бір-біріміз көріп, көзбен тілдескенге не жетсін, сонымен бір кездесуді алдым. 3-ші кездесуде қызым қылдым. Ровно 3-ші айда үйлендім Петашарстен. Қазір августтың 30-ына, осы алдыңғы августтың 30-ына бізге үйленгенімізге 1 жыл болды. Аллаға шүкір, қызымыз бар. Бірақ сен белгілі бір уақытқа дейін әйеліңді жасырдың. Былай. Ол енді Қайрат Нұртастың жолын қуу ба? Қайрат Нұртастың жолын қуған емес, 10 жыл емес. Төреғалиде сөйттік қой, мысалы, әлі жасырып келіп жатқандар көп, мысалы. Ол ешкімнің жолы. Бұл енді традиция ма? Бұл не? Традиция емес, бұл әр үйдің өзінің несі бар ғой, правилары бар. Біздің отбасымызда әйел кісі дегендер, например, таза кухняда да, ас үйде, бала қарайды, кейін тазалық мысалы. Бізде бүйтіп көп шығару деген қатты емес. Одан мен әйелім өзі шыққысы келген жоқ. 6 ай бойы шыққысы келмей, 6 ай бойы. Көндірдің? Басында 1-2 рет бүйткен жоқ деді, сосын өзінің желаниясы ашылу керек қой дедім. Адам баласы өз желаниясы болмаса, ештеңе істегісі келмейді. Сонымен өзінің желаниясын ашылғанын күтіп, жай жүрдім, уақыт өтті, 2 ай болды, там, жоқ, 3 ай, 4 ай, сосын өзінің қайын сіңлілеріне айтқыздым, сосын өзім балжан айып келмеді, айтыңыз, бәріне айтқызып жүріп, 6 ай болған кезде екеуміз шықтық. Sonra халық сәл түсінбей қалған бар да, сен не қылдың деп ше. Технично үйленіп алды. Как будто 4 ай бұрын шығардым, қызды болып қалған сияқты олар түсінбей қалды. Мен оны бірақ. Залет. Сондай деп ойлап қалды. Сондай деп ойлаған жоқ. Бірақ түсіндіріп айтып жатырмын да, қымбатты біздің көрермендер. Осы сенің каналың аты не әңгіме ма? Не әңгіме. Не әңгіменің тұрақты көрермендері. Сондай себеппен мен келіншегім өзі қалаған жоқ. Адам өзі қаламағаннан кейін, атак мен оған айтқан, контент болады, статиске өседі, ойбай, кей-фұрайық, анан бейтін, жағдай істейміз деп, қарыз ол кезде қиналып жүрген кез. Келіншегіммен де қыдырған кез экономичный болдық қой. Әр встречада, аптасына 2 рет, 3 рет жоқса, әр встречада примерно 50 чай бір сникерс болды. Сонымен қалада жүреміз, машинамен әшейін жүресің. Енді бұл жерде нақты главный тамақ болып тұрған жоқ қой, бұл жерде сезім болып тұр ғой. Вот видишь. Адам болып тұр ғой, керегі. Сонымен 6 ай өзі қарсы болып жүріп, 6 айдан кейін шыққысы келді, шығардық, көрсеттік, Аллаға шүкір. Қатты не болып кетпесе де, 120 мыңдай ма подписчигі бар, өзінің оқырмандары бар. Қазір өзі не істеді, үйренді, қазір еще фриланс оқып алды, қайтып жүргізу керек, сондай. Сол, жең атак. Вот сен Беташарға шақырым ғой, мен білесің ба? Білем. Келмедің. Барамай қалды. Енді бізде эфирде көп талқыланған мәселелердің бірі сол қалыңма қанша теңге бердің? Базар. Мен қанша берді көрейсің өзің әшін бір мені. 1 миллион? Дұрыс таптым. 1 миллион қалыңма бердім. Ана сүті, әке алақаны, қой, бәрін бөлек бердім. 1 миллион таза бердім. Үйдің аналарын бәрі бөлек бердім. Түсінікті. Беташар болды, үлкен той әлі болған жоқ. Қай уақытқа жоспарлап жатсыңдар? Бола ма негізі? Беташар болды, Беташарды да инстаграмға карантин қызып тұрған кез штраф бердім. Қалға желание болған жоқ. Егер келіншегім инстаграмға шығатын болғанда салдыртатын едім. Штраф бердім секте төлейтін едік. Осы тема ше сәл андай.
под вопросом ба? Больная темада короче. Неге? Енді ақ көйлек кигісі келеді. Ол кісінің бізде той жасау керек, мен жалғыз балам. Кейбіреулер айтады, той жасайтын болсаң, тастаса болады ғой карантинде, сен де істей салатын едің, бүйте салатын едің деп. Сылтау деп ойлайды. Істегісі келмейді деп ойлаймын или мен де ше не үшін жасамағансың десең ерім шығады. Мен жасағым келмей жасап жатқан жоқпын. Кез келген адам той жасағысы келеді, өзінің тойын тем более дүркіретіп тұрып қолдан келгенше. Үлкен тойдың мәселесі енді шыны керек әлі белгісіз болып отыр. Көбісі енді соны сұрайды менен. Больная тема да, бұл үшін негізі больная тема, потому что ақ көйлек кигім келеді деп Аружан өзі айтқаны бар. Мен де бір как будто той жасағым келмей жүрген адамдар сияқты кейбіреулер айтады, не үшін жасамадың деп. Мен де әр адам өзінің тойын дүркіретіп жасағысы келеді ғой, например, дұрыс па? Әр адамның арманы дүркіретіп той жасау. Арман дегенде мақсаттардың бірі. Бір-екі темам бар, солар шешілсе, Алла қаласа жасаймыз. Бір жыл болсын, 2 жыл болсын. Мен бірақ өзім айтып қоямын. 5 жыл болсын қойшы, таза айтайын. Жұртқа қызық емес болып кетсе де, туысқандарға қызық емес болып кетсе де, кемек қойсын, ренжімеймін. Бірақ бір жасарым бар Алла қаласа тойымда. Қанша жылдан кейін болса да. 10 жылдан кейін болса да барып тұрық. 10 жылдан кейін болса бар. Сен онда тоянан қазір бере сал. Алдын ала ма? Шымкентке Бауыржан кетті, бургер ашты, жаңа бизнес бастады. Жалпы бұл қай жақтан келген идея, әлде бұл сол баяғы блогерлердің артынан қуу ма? Жоқ, мен сенің темаңды баяғыда 2018-де ойланып қойғам деп айттым ғой, бірақ іске аспады. Оны да сол кезде ойланғам, қатысушы кезде ойланғам, потому что бізге ол кезде білесің ғой, суши пиццадан заказ келетін көп. Сол кезде ойладым, мә дедім, осында ашып алсақ. Бартермен. Қой тұршы, сонда үшін сөзім білмесе адам сөйлеп отыр. Осында ашып алсақ. Мыналар мысалы маған заказ біреулер қатты заказ берген кәдімгі 50 мың теңге беремін десе, сендер ол кезде 50 мың теңгеге істемейтінбіз, по-моему, сендер деп қойма, ол кезде 50 мың деген 15 мың теңгеге реклама істеп жүрген кезде 50 мың ұсынады, бірақ мен суши пицца істемейтінбіз ол кезде, мен істемейтін. Сол кезде ойландым, мыналар мынандай ақша ұсынып отыр. Бәрінлерін саған мысалы 25 қатысушының бәріне айтады, мен олардың бәрін танимын, лучше өзім ашып, мен солардың бәріне тегін салдыртсам болып кетеді ғой деп сол кезде ойландым да, бірақ кезде возможность болмады. В общем, сәт түспей жүре бердім. Ол кезде возможность болмады да, сол моментте ашатын. Сонымен жүріп уақыты келген кезде осы 2018-дегі арманым бар еді деп, соны орындайық деп 2020-да орындадым. Әлі де істеп отырмын, Аллаға шүкір, Б-Суд Шымкент қаласында. Рысқұлбекова 1 адресінде, Буравейск жақта. Рекламасыздық отыр. Сенің страницаңнан енді қыс мезгілінде көрдік, бір сериал түсіріп жатқасын. Сол сериал қашан шығады, әлде бұл тоқтады ма? Тоқтады ол. Себеп? Енді мен өзімнің көзқарасым бойынша киноны зор көрдім да, енді түсіре алатын сияқты болып. Оказывается, енді 100% 100 адамның бір 10 адамның қолынан келетін жары ештеңе оқымай-ақ осындай кино түсіріп жүретіндей. Енді менің қасымдағы жігіттер өте өнерлі, өте мықты балдар ғой. Бірақ теппет кино үшін. Мен білесің онда не сәл салып көрдіңдер ма негізі? Иә, ютубқа салдық қой. Қанша просмотр? 10 мың. Мен историямды өзін алып шепсім. Адам келеді, ютуб ашын историямыз ютубта әлі 10 мың. Одан ал прокатчика жасаған жоқ сол фильмге. Сен сторисмен тартқаннан 10 мың болды, походу. Жоқ, сол кездер теппеді. Біз енді андай қылып түсірдік та, мүчін. Хайпсыз. Қазір хайпсыз тоқтап жүрмесең, болмаса бір басқаша бір жанрлар көрсетпесең өтпейді да. Біз кәдімгі баяғы 2010-дағы, 10-дағы емес 2015-дегі кәдімгі кинолар сияқты түсірдік. Сосын әлде де өтпеді деп енді. Бүйтіп түсірдік, сөйтіп түсірдік, хайп деп жаппай-ақ қойын. Тазасын айтайын. Әлі ол іске ерте маған. Бірақ толық зерттеу керек. Запомни, әлі бірақ түсіретінім бар бір рет, Құдай қаласа. Осы сөзімді еске ал. Одан кейін аудиокнигаң шықты. 500-800 теңгеден сатқаныңды білемін. 430 теңге. 430 теңгеден саттың ба? Оны сатылғанда ше, оны қанша ақша таптың? миллионға жетпейді, 500-ге жетпейді, общем короче. 300-ден көп, 500-ге жетпейді табылды. Ол былай болды, ол ашындайық бүйтіп инвестициялауға болар еді. Тегін ақ, бірақ сол кездері осындай бір бизнестің бір түрі болғаннан кейін, мен өзіміздің оқырмандарым, жақындарым тыңдайтын болғаннан кейін, андай бағалы зат құнды болады ғой, негізі өзі бір-бірден сатып алсаң, жеп көресің ғой, мысалы париж сатып алсаң да бүйтіп. Ал тегін берсе жемеуің де мүмкін, кимеуің де мүмкін, сол сияқты сәл құндылығы болсын дедім да, короче, андай. Қазір ойлайтын жер құндылығы 430 теңге ма не дедік ше, просто айшын. Сондай. Ол да бір сол моментте
бәрі істегеннен кейін аудиокнига істеп көрдім, жақсы, ұнады бәріне. Бір жаман нәрсе естігем жоқ. Бір рет болсын. Мен ау деген сияқты. Тойға аз ақшаға шықпайтыныңды білеміз. Нақты гонорар қанша теңге сені бір тойға шақыру? 250 мың теңге пока. 200 болса ше? Ол жаңағындай ғой. Қалай айтсам болады? Жағдайға Мен бөлек. 8 мың теңгеден бастағанмын. 12 мың теңге, 15 мың теңге, 30 мың теңге, 40 мың, 50 мың, 100 мың, 150 мың, 200, 250 мың. 150-ден төмен, мысалы қазір қайттан 250-300-ге смотря қойып қойдым да, тазасын айтасың ғой. Ол нәрді 250 мың көп деп, саған не стоит дейтін кісілер болса, айтпай қойыңыздар әуре болып. Ол қалай айтсам болады, әр адам өз еңбегі ғой, бағаланады еңбек деген. Солай бағаладық. Жағдайы жоқ, средний кісі болып, сенімен встречаға қарапайым машинамен келіп тұрып, жағдайын бәрін түсіндіріп айтып, мұны шынымен де Бауыржан ондай жоқ, бірақ қалаймыз дейтін болса, сөйлесеміз. Бос күнге туралауға тырысамыз. Менің бос күніме, мысалы, тура сол ештеңе істемейтін ше, мысалы, ештеңе жоқ, осындай встреча жоқ, съемка жоқ деген сияқты. Сондай күндер болса, барып береміз. А так 250 дейміз, болды. И то мен администратор сөйлесіп дейді. Мысалы, басқа қалаға ұшу керек болса, кейбір қалалар бар, 3 күнін кетіп қалады, 2 күнін кетіп қалады. Ол кезде басқа сума. Алматы қаласының өзінде 250 мың барасыз. Всегда позитивті жүретін, күліп жүретін Бауыржанның бір кем дүниесі бар ма? Бар, нұчан мен көп сөйлейді мен андай. Мен енді достармен жүрген кезде күлесін ойнайсың ғой. Мен ауырған кезде вообще депрессияға түстім. Маған депрессияға түсуге болмайды екен. Негіз қатты депрессияға түсу арқылы қазір жүрегім ауырады, онша шаң шығып, мысалы, сондай ауруды өзім пайда қылып алдым ғой деймін ше. Депрессия түсе беріп ойлана беріп жаңағыдай. Ауыртпаңыз, неге былай енді. А так көп кезде серьезно жүремін ғой. Мен көп ойланамын, миым тынбайды, ананы істеу керек, мынаны істеу керек, анау тема бар, мынау тема бар. Кәдімгідей. Просто сендерді көріп қалған кезде түнгі ұйықтан келатып, ойда келатып, во деп қуанып кетемін. Сондай сәттер көп түсіп қалады да. Сол себепті бәрі бүйтіп жүреді. А так кәдімгі шын өмірім мына осы әйтеуір. Я деп сөйт. Әттеген ай көп қой, так. Бірақ шүкір, бәрілігіне әттеген айға да, анағанда. Біз енді демократиялық мемлекетпіз ғой. Демократияны енді білесің, халық билігі деген. Билік туралы неге сұрақ қойсаң, көп блогерлер қашады. Айтқысы келмейді, енді қорқатыны бар шығар. Жалпы мен біреуді жаман деп сұрап отқан жоқпын. Блогерлер мысалы әшейінде конкурс болса, гиф болса, халықты үйіріп әкетеді. Бірақ биліктің қателігі болып, халық зардап шегіп жатса, үнсіз қалады. Бұл сеніңше дұрыс па? Барлық блогерлер ондай болып қалмайды. Енді саған блогер дейтін саған бір не емес қой, саған бір батыр, бір не емес қой. Ол кәдімгі өзінің инстаграмын жүргізіп, өзінің өмірін көрсету арқылы нәпақасын тауып, Алла солай бұйыртқан да ол кісілерге, осы блогерствомен нәпақа таба алады, ақша таба алады деген сияқты. Енді ол мақұл жаңағыдай өзің айтқандай бір билікке байланысты деп жатсың болмаса, бір Қазақстанда бір жаман дүние болып жатса, ол не үшін ол бәрін тартып шулату керек? Ол бірінші өзі барып қатысу керек қой. Зачем жұртты басқа нәрсеге сүйреп, жаман нәрсеге болмаса? Білмеймін, енді ол сұраққа мен жауап бере алмаймын. Мен өзім мысалы политикаға араласпаймын. Оған білім керек араласу үшін. Отырып ләп деген болмайды ол. Енді оны лучше өйтіп ләпілдеп отыратын болсаң, ол жақтағы кісілердің күнәсі өзің арқалап алуы мүмкін да. Білімің жетпейді. Ертең білмеймін, бір 30-40-қа келіп бүйтіп сәл көзің ашық болып, уже бүйтіп жалпы өмірді толыққанды бір 50% түсінгеннен кейін бастап бүйтсеңдерші деп біреуге айта алатын кезде барып араласпасаң, әлі кеше ғана мұрын-мұғымыз тазалап сүрттік қой. Енді бізде депутат бар ғой 25-те. Молодец. Что там ол кісі? Не дейді? Енді сен өзіңді жаспын әлі ерте деп отырсың. Мен үшін сондай да. Ол кісі енді баядан соған дайындалған шығар, ниеті болған шығар депутат болуға. Негізі депутат 25 жасар бала. Мықты бала болып тұр ғой. Ақылды болып тұр ғой. Ақылды болып тұр ғой. Ол кісі сұхбатқа шақырса өт. Сонымен сөйлесіп общаться. Содан сұра жаңағы сұрақтар. Қазір Бауыржанның айлық табысы қанша теңге? Бір айда?
той жоқ кездегі табыс. Той жоқ кезде ештеңе жоқ менде. Гиф? Гифті редко істеймін. Гиф еще қазір арзан болып кеткен. Неге? Қызылшылық хабардан бері сазат. Соңғы гифіңде қанша теңге таптың? 700 мың теңге, 500 мың теңге. Соңғысында 700 мың? Жоқ, 700 мың теңге общий алдым. 500 мың теңге алдым. Расход болды. Страницаңда қандай рекламаларға жарнама жасамайсың? Онлайн, мен негізі жарнама жасамаймын дейді. Вообще, негізі онлайнларға категорически жасамаймын. Но бірақ букмекерге жасаған жарнаманы көрген бе? Баяғыда поощрение ол заман. Не суди меня по прошлым, я там не живу. Үйде отырып ақша табу, далада отырып ақша табу. Үйде отырып ақша табу, далада отырып ақша табу, ол енді сұраймын, онда бір рет істеген кезім болды, енді оказывается ол табуға болады екен, бірақ соны комментарий жазып өздері көрсіп, сондай несі ұзақ екен. Мынау үшін WhatsApp арқылы ақша тапқыңыз келсе дейтін, бір-екі рет істегенім бар. Ойыңда бір мына сұрақ маған қойылмай қалды деп интервьюға осы бір затты айтуым керек еді дейтін бір ол қалып кеткен жоқ па? Барлық комментарийларға жауап бердім деп ойлайсың ба? Жауап бердім деп ойлаймын. Барымша қолымнан келгенше дұрыс ойымды жеткізіп, бір ашығынан. Мен мынандай сұрақ қойсайшы деп дайын. Ондай болса саған жазатын едім. Жаңа сұрақ қойшы. Сұрақтарды жіберші деп па? Мынандай қойшы деп, ондай жоқ. Жаңа бастаманы бастап отыр екенсің, жаңағыдай. Мені сұрап кешігеннен кейін кісі болмайын деп, 2 айдан кейін келіп тұрмын. Тез ба? Біз негізі Бауыржанмен сұхбатты құрастырып жүргенімізге уже 1,5-2 ай болып қалды. Бауыржан әне келемін, міне келемін, біресе Шымкентте, біресе Алматыда әйтеуір. Аспайға келейін деп енді жаңағы. Отырған ештеңе жоқ, ертелі кеш жақсылықтың орындалған дұрыс қой. Ондай кезде барып. Бәуке, сен енді білем, баяғыдан ақкөңіл жігітсің ғой. Саған тек қана алдағы уақытта сәттіліктер тілеймін. Рахмет. Ойлаған ойларың жүзеге аса берсін. Аумин. Алматыға келем деп жатсың. Алматыға кел, дама, өз. Жалпы мен өзім достарымыз, қасымыздағы адамдардың көтерілгенін көрсем қуанатын адамдардың бірімін. Тілекші болып жүр. Иә. Мен де сондай. Андай көреалмаушылық деген нәрселерді онша ұната бермеймін. Кейбіреулер жазып отырады ғой, мынау бүйтіпті, мынау сөйтіпті деп көреалмаушылықпен Инстаграмда. Бірақ мен өз басым әйтеуір таныстарың өскенін қуанамын. Ja, конечно. Өйткені таныстарың өссе, сен ортаң өзгереді. Ортаң өзгерсе, сен де өзгересің. Андай өзгерсе, өсіп сені танымай кетсін. Ондай енді ол маған сын болмайды, енді ол өскен адам болып отыр. Саған жақын көтерілсе, бермесе де сұрамайды заты. Иә. Сол жер жақсы. сұхбатқа келгеніңе, уақыт бөлгеніңе саған мың алғыс. Саған да ісіңе береке, өсіп кет. Саған анау Россияда бір кім бар ғой? Дудь па? Жоқ, ол емес. Гарлан? Гарлан. Сол сияқты саған жұттар кәдімгі менен сұхбат аса екен деп. Сенің осы бағдарламаңа сұхбат беру, сенің бағдарламаңа келіп сұхбат беру, біраз кісілерге арман болсын. Сен осыған сен арман болсын, мен сондай боламын деп. Алла қабыл етіп, сигнал берді, мен осындай боламын деп. Сұра, ниет ет, ниетіңе жет. Бірақ сенің де үмітіңді ақтаған шығармын да? Иә. Көрінбі абайюрный сұхбат болды. Не емес. Қымбатты не әңгіме бағдарламаны, қымбатты не әңгіме сұхбат бағдарламасын көрермендері, мұна жігітке лайк басып, подписка жасап, поддержка жасап қойыңыздар. Қолдан келсе репостить етіп қойыңыздар. Жігіт старается сіздерге контент беруге, сіздерге сіздің көкейіңіздегі сұрақтарды, көкейіңіздегі сұрақ қойғыларыңыз келіп, сол кісілердің адамдарын бірінші шығарсын. Қымбатты не әңгіме бағдарламасының оқырмандары, мұны Нұрсұлтанға подписка жасап, осы каналға лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Себебі бала старается, контент жасауға старается, әр қазақ жалғызым деп қолдауды аямайды. Нұржан, ісіңе сәттілік, береке. Рахмет. Құдай қаласа жақсылықта жолығайық. Чау. Мейлі, сау бол.